Саламатсыздар ма оқушылар? Біз алдыңғы тақырыптарда қатты денелердегі қысым және сұйықтар мен газдардағы қысым Паскаль заңын өткен болатынбыз, қатынас ыдыстар. Енді біз алдымен жаңа сабаққа өтпес бұрын үй тапсырмасына тоқталайық, ол үшін сіздерге мынандай қазір тапсырма ашылады. Сол бойынша сіздер сұраққа жауап береміз. Сіздерге экранда көрініп тұр ма тапсырма Word-фолмен? Сізге көріп тұрған жоқсыз, ана тоже Google-ға не бересіз бе там? Неге Яндекс.қа ма? Доступ, демонстрация. Сізде только не ғана ашып тұр, Zoom. Ашылды ма? Ашылды. Аха. Енді біз қатынас ыдыстарды өттік, сол қатынас ыдыстар кезінде біз бірнеше қондырғыларды өттік, қондырғылардың суреттері көрсетілген кітаптарымызда. Енді сіздерде мына жерде экранда мынандай қондырғы көрсетілген сурет. Енді осы суретті табуымыз керек. Қандай? Гидродеңгей. Дұрыс екен, жақсы. Енді келесі осылай жол бойынша суреттер беріледі. Мына жердегі өте жақсы балалар, шлюз. Үшінші суретте қандай? Су бұрқақ дейді. Енді мұқият қарасаңдар, бұл қандай неден тұр мысалға? Мына жерде цилиндр тұр, екі түрлі. Су құбыры дейді, жарайды, ал су құбырын таңдай қате екен. Тағы ойланайық. Ал мына жерде мына суымыз жердің астынан шығып тұр. Ойланайық. Артезиан суы дейді, өте жақсы. Ал енді бұл сурет біздің кітабымызда бар. Су құбыры дейді. Жақсы балалар, тамаша. Ал енді мына жерде қандай сурет? Су не істеп тұр? Су өлшегіш шыны деп ал таңдайық. Бірақ қате екен. Ал мына суретте? Дұрыстап ойланайық, қарайық балалар. Не жасап тұр? Кәне таңдайгенше біреуің. Қайсы? Гидравликалық пресс дейді, ал қате екен. Ал енді бізде жаңа біраз нені қате келтірдік, бізде суреттегі мұқият қарауымыз керек екен. Ол қатынас ыдыстар негізінде жасалған қондырғылар, мына жердегі суреттердің барлығы. Жақсы, енді бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз гидравликалық машиналар. Дәптерімізді ашып, тақырыпты жазып қояйық. Гидравликалық машиналар. Жақсы, жазып алдық па? Енді гидравликалық машиналар дегеніміз не екен? Біз гидравликалық машиналар дегеніміз жұмыс істеу әрекеті қатынас ыдыстарға негізделген, яғни сұйық қысымның таралу заңдарына негізделіп жасалған қондырғылар
гидравликалық машиналар деп аталады. Енді біз аты айтып тұрғандай, бізде гидор деген су дегенді білдіреді грекше, аулас деген түтік. Сонда су, түтік деген мағынаны білдіреді екен. Енді біз жаңа айттық, гидравликалық машиналар негізгі қатынасы тыстарға негізделген дедік. Және ол сұйыққа, яғни Паскаль заңына сүйеніп негізделіп жасалған екен. Енді гидравликалық машиналардың құрылымы негізгі бізде поршендерден тұрады. Яғни гидравликалық жүйелерде сұйықтың қысымын арттыру үшін поршендер қолданылады дейді. Яғни ол қалай екен? Яғни қысым түсіру арқылы жұмыс істейтін гидравликалық, яғни цилиндрлер, мына жерде көрсетілген 2 цилиндр тұр ғой, яғни ауданы 2 түрлі. Яғни осы цилиндрлер қозғалысқа мен күш береді екен. Енді сіздердің экранда көрсетіліп тұр ма сіздерде формула? F1-дің F2-ге қатынасы тең S1-дің S2-ге қатынасы жазып алайық. Бұл жазып алайық. Гидравликалық машиналарды жұмыс істеу кезіндегі формуласын жазып алайық. Ана формула жазып Жазып аламын. Енді қазір бұл формула қайдан шығатынын түсіндіріп өтейік. Жазып алыңыздар. Енді кітаптарыңызда да бар. Енді біз осы гидравликалық машиналарға мынандай видео тыңдайық, Қазір қайтадан қояйын. QR қатысы болғанда телефондарына бар. Дауысы естілмей жатыр видеоны сізге? Дауысын қатты қойып тұрмын. Шықпайды, бізде шықпайды. Қазір телефонға түсіп көрейін деп жатыр бала. Мына жерде видеода көрсетіліп тұр, яғни мына жерде аудандары 2 түрлі, жаңа цилиндрге, бірақ бірдей қысым күш түсіреді дейді. Сонда қысым түсірген кезде, ауданы кіші цилиндрге қысым түсірген кезде, ол не істейді? Екінші ауданы үлкен поршенге не істейді? Күш беріледі, яғни сондағы сұйықтық не істейді? Жоғары көтеріледі дейді. Яғни бұл кезде күш пен аудандарының қатынасы тең болады дейді. Яғни мұндағы формула, яғни осы гидравликалық машиналардың жұмыс істеу кезіндегі формуласын жазып алдық. Енді яғни осы формуладан күштен ыдыс, бұл гидравликалық жүйедегі кіші поршендегі кіші күшті үлкен поршендегі үлкен күшке айналдыру мүмкіндігі. Яғни біз жаңа айттық, күштен ыдысты есептеу үшін жаңа кіші поршенге біз, яғни қысым түсіре отырып, ауданын үлкен поршен ауданына бөлу арқылы табады екенбіз. Енді гидравликалық жүйелердің негізгі элементтері, қандай элементтер бар екен? Яғни сұйықтық насосы, мына жердегі қондырғыда резервуар бар,
сосын вал, гидравликалық цилиндр дейді. Яғни бұлар сұйықтық насос мына жерде. Ол не істейді екен? Яғни сұйықтықты жүйе арқылы айдайды, қысым жасайды, яғни қысым түсіреді. Ал валда қозғалысты жүйеге береді. Резервуарда сұйықтықты сақтайды, және салқындатады, және тазартады. Ал гидравликалық цилиндр бұл жерде қысымды күшке айналдырады екен. Енді гидравликалық машиналардың түрлері дедік, мысалы гидравликалық машиналар қандай жағдайда қолданылады? Мысалға, біз дәнді дақылдарды алған кезде, дәнді дақылдардың майын алған кезде, немесе үлкен мысалға мақталарды престеген кезде, мысалға оларды жинақтауымыз керек қой, яғни оны престейміз, Сонымен қатар экскаваторларда, яғни жер қазуға және материалдарды тасымалдауға арналған түрлері бар екен. Крандар, яғни ауыр жүктерді көтеруге, орналастыруға арналған түрлері. Бульдозерлер дейді, яғни бұл топырақты тегістеуге және материалдарды жылжытуға арналған түрі. Тиегіштер, яғни материалдарды жүктеуге және түсіруге арналған. Яғни бұлар бізде гидравликалық машиналардың түрлеріне жатады. Енді гидравликалық машиналар қайда қолданылады дейді, жаңа біз түрлерін көрдік, яғни құрылыста қолданады, айтып өткенде крандар бар, экскаваторлар бар, өндірісте, яғни қысу машиналары, яғни біз престейміз ғой заттарды, сол кезде қолданылады. Автомобильде жаңа тормоз жүйесі дейді, біз оны көтереміз ғой, мысалға машина жөндеу кезінде, яғни біз оны жоғары көтереміз. Сонда автомобильде қолданады, және авиацияда, яғни гидросүтелтелдер, яғни қону жабдықтары кезінде біз осы гидравликалық машиналарды қолдана алады екенбіз. Енді гидравликалық машиналардың негізгі артықшылықтары: үлкен күш шығару мүмкіндігіне ие болады, энергияны тиімді пайдалануға, яғни сонымен қатар қозғалысты дәл басқару, ұзақ мерзімді жұмыс жасау үшін осы гидравликалық машиналардың негізгі артықшылықтары бар екен қолдану кезінде. Енді біз мынандай стимуляциялық программа арқылы осы гидравликалық машиналардың жұмыс істеу принципін көруімізге болады. Ол үшін қазір мына жерде мынандай программа арқылы көруімізге болады. Қазір сіздерге ашып көрсетем. Мына жерден шықпай тұр екен. Қазір бұлай кіріп, орындайық, ішіне кіріп. Яғни гидравликалық машиналардың жұмыс істеуін көрейік мына жерде, мына программамен. Яғни мына жерде бізде кіші және үлкен поршенді көрсетілген. Яғни бірінші біз осы ауданы кіші поршенге біз қысым түсірейік. Яғни сол кезде мына жердегі біздің тетігімізді іске қосатын болсақ, көрініп тұр ма оқушылар сіздерге? Қалай жұмыс жасап атқаны машинаның? Қозғалмай жатыр бізде. Мына жерде, мына тетікті басқан кезде, мына жердегі рычагымызды іске қосқан кезде, бізде мына машинамыз жоғары көтеріліп тұр, көтеріліп жатыр. Қазір қайтадан қосайын. Сіздерге экранда негізі сурет көрсетіліп тұр ма? Экранда сурет көрсетіліп тұр ма сіздерде? Стимуляция программасы? Енді қараңыздар, мына жерде ауданы екі түрлі, Енді бірінші ауданы кіші поршенге біз мысалға қысым түсірейік. Мына жерде жасылды бастық. Енді осы күш түсірген кезде, енді мына жердегі сұйық арқылы біз үлкен қысым түсіреміз, Енді мына жердегі қазір бізден қайтадан
жұмысын ал енді жасылды басайық қазір қайтадан біз немізді тоқтатып тастадық. Ал енді үлкен поршень, яғни мына жердегі үлкен поршень арқылы не істеп тұр? Бізге автокөлігімізді, машинамызды не істейді? Жоғары көтеріп жатыр. Қарасаңыздар. Көрініп тұр ма? Енді осы біз тәжірибеден, яғни біз мына жерде кіші күштің, яғни жүк көтере алатынын көруімізге болады. Яғни біз мына жерде кіші цилиндрге түсірдік қой, яғни кіші күштің үлкен, мысалы машинаны үлкен күшті көтере алатынын, жүкті көтере алатынын көре аламыз. Сонымен қатар қысым, яғни сұйық арқылы, яғни өзгеріссіз берілетінін көре аламыз мына жердегі тәжірибеден. Тағы да келесі сабақта тоқталуға болады осы стимуляцияны. Енді келесі тапсырмаларға көшейік. Бізде мынандай гидравликалық машиналарға байланысты сіздерге мынандай тапсырма. Ойын тапсырмасы. Көрінді ғой, сіздерге? Бізге көрінбей жатыр. Қазір. Демонстрация только зумға беріп тұр сізде вроде. Енді шықты. Гидравликалық пресс қалай жұмыс жасайды дейді. Қандай заңның негізінде жұмыс жасайды дейді. Енді біз уақытымыз кетіп қалды. Негізінен Паскаль заңына байланысты жұмыс жасайды екен, Оны білеміз, гидравликалық машиналарда көбінесе қандай сұйықтық қолданылады дейді. Қандай сұйықтық? Май дейді, Ал тағы да басқа балаларда жауап бар ма? Гидравликалық машинада көбіне Енді жаңа біз аты айтып тұрғандай қандай дедік? Ал суымыз да қате болды. Сонда қайсы екен? Бұны қараймыз ендеше. Гидравликалық құрылғыларға қайсы жатпайды дейді. Маятник дейді, қозғалтқыш поршень, домкрат дейді. Біз жаңа машинаны көтердік. Одан кейін маятник дейді. Дұрыс екен. Гидравликалық машиналарда қай салада қолданбайды дейді, яғни автомобильде жарықтандыру, сосын жаңа біз аэроғарышта дейді. Қай салада қолданбайды екен гидро? Жарықтандыру, автомобиль, аэроғарышта дейді. Үлкейте аласыз ба бүйтіп, неге қойып? Солай. Гидравликалық машиналарды қай салада қолдануға? Бұл жерде біз жаңа жарықтандыру жүйесінде қолданбайды екенбіз, Гидравликалық машиналарда қолданылатын негізгі принцип қандай дейді? Қысым өзгермейді, күш ұтымы алынады, сұйық ағынның жылдамдығы артады дейді. Біз жаңа не туралы айттық ол жерде? Қысым түсірген кезде. Қане, бір жауап айтайық. Біздің бақамыз неге түсіп кетті суға? Тағы да сұрақ. Гидравликалық машиналардың тиімділігі не әсер етеді дейді. Тек қысым әсер етеді, тек поршень ауданы, үйкеліс пен сұйықтың тұтқырлығы дейді. Не әсер етеді? Тек қысым. Тек қысым дейді. Тек қысым емес екен. Жақсы балалар. Енді сіздерге мына кітаптан кейін сіздерде жаттығу есептері бар, Қазір жаттығу есептеріне тоқталайық. Кітабымызды ашайық. 6-да 3-ші жаттығу. 1-ші есеп дейді. Берілгенін жазайық.
Берілген жазайық. Бізде берілгенде диаметрі берілген. Диаметр 4 сантиметрге тең, ал үлкенікі 50 сантиметрге дейін берілген. Бұл машина күштен қандай ұтыс береді дейді. Әріптестер, сіздер арғай жалғастырып не істейсіздер ме? Есепті шығартып. Я жалғастырып ала беремін дейді. Аха. Ендеше, мына жердегі 3 есеп берілген. Және сіздерге мына жерде функциялық сауаттылыққа байланысты тапсырмалар бар. Осы есептен кейін орындауға арналған. Жақсы, онда оқушылар, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.